Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге Ташкент шайының рецептін бөлісетін боламын. Бұл шайды Ташкент шайы немесе махаббат шайы деп те атайды. Дәмі өте керемет болып шығады. Ол үшін бізге лимон 4 тілім, апельсин 3 тілім, мята және нават керек болады. Кез келген көк шай және қара шай. Кез келген шайникке дайындай берсеңіздер болады. Осылай ыдысымызға апельсинді саламыз. Лимонды саламыз. Мятамыздың дәмі шығу үшін кішкене езіп аламыз қолымызбен. Және наватты тез еруі үшін бөліп тастаймыз. Бір қасық көк шай және 2 қасық қара шай саламын. Қайнап тұрған ыстық су құямыз. Осымен ташкентский шайымыз дайын. Кафе ресторандағыдай шай болып шығады. Өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер.